Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көп томдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 28-ші бөлім. Атыз қырық буыны. Атыз қырық буыны көп жылдық шөптектес өсімдік. Дәрілік бөлегі және оны жинау. Жер үсті бөлімі дәріге істетіледі. Жаз, күз мезгілінде орап алып кептіріп, турап сақтайды. Атыз қырық буынының басты ем болатын аурулары мен қолданылуы: мұрыннан қан ағуға, етеккірдің көп келуіне, ішектен қан шығуға, қан құсуға, көтеуден қан шыққанға, несеп жолы қабынуға, несеп бұзылғанда қолданылады. Қолдану мөлшері 3-10 грамм. Осы видео ұнаған болса, лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіз.